тезірек жүрейік. Анау парк сияқты. Я, жеңіс паркі деп тұр ғой. Бұл қандай парк сонда? Бірліктің күшімен біткен жеңіс паркі. Парк жеңістің 40 жылдық мерекесіне орай ашылды. Қазіргі таңда бұл паркте даңқты тұлғаларға арналған 13 ескерткіш орнатылған. Түсінікті. Мұнда аты жөндері жазылып тұр екен ғой. Геннадий Шляпин, Мақаш Балмағамбетов, Үрмәш Түктібаев, Владимир Часнов, Яков Михайлюк кеңес одағының батырлары екен. Мына жерде Петр Пак, Дүйсенбай Маханов, Көлжан Оразалиева, Абуша Денисламов, Кәрібоз Әлимаев социалистік еңбек ері екен. Елеу Көшербаев, Әбубәкір Тыныбаев қоғам қайраткерлері болып. Мәссаған, Ержігіт Бозғұлов 2 мәрте еңбек қызыл ту орденінің иегері. Ана жақта қызық бар сияқты, сонда барайықшы. Жүре ғой. Мұнда от жанып тұрған сияқты, Мәди? Я, бұл мәңгілік алау. Бұл біздің отан соғысында мерт болған аталарымызға арнап қойылған ескерткішіміз. Бұл от сөнбей ме сонда? Сөнбейді, себебі аталарымыз мәңгілік біздің жүрегімізде. Мәди, қызықты қара, ана талда кәмпиттер өсіп тұр ғой. Жүрші көрейік. Оппа! Ой, ала алмадым. Мәди, көмектесші. Алақай, өте тәтті екен. Жеп болдың ба? Онда қағазын анау қоқыс жәсігіне апарып таста. Айнала қандай тамаша. Тап-таза екен. Тазасы таза ғой. Мәди, ана балаларды қарашы не істегендерін. Неге бүлдіреді екен? Менің атам қала тазалығында жұмыс жасайды. Күнімен түнімен дала тазалайды. Мен атамның еңбегін бағалаймын. Ал бұлар болса... Достар, бері келіңдерші. Тастаған қоқыстарыңды алыңдар. Бұларың жарамайды. Бұл жерді өзіміздің ата-аналарымыз тазалап кетті ғой. Оларға жандарың ашымай ма? Ой, кешіріңдер достар. Енді қайталанбайды. Ыңғайсыз болды ау. Кешіріңіздер. Ару, мынау не екен? Бұл хат қой. Қане, не депті мұнда? Сәлем, Ару. Бұл сенің келесі тапсырмаң. Мұнда 6 ағаш егесің. Киімің жүруіңе ыңғайлы болып жасалады. Осы жерден сен сенім кілтін іздеп табуың керек, дейді. О, жүр Ару, тезірек ағаш егуіміз керек. Я, мен де көмектесемін ғой. Қай жерден бастаймыз? Мына жерден бастайық, тезақ егіп тастайық. Ал Ару, лезде егіп тастадық. Енді әдемі болып өссін деп тілейік. Ару, қарашы, сен іздеп жүрген сенім кілт емес пе бұл? Я, дәл өзі. Таптық. Алақай! Енді демалуға болады. Мәди, біздің сенім кілтімізді көрдің бе? Ол қайда кетті? Кілт жоқ. Қайда кеткен? Жаңа ғана осында тұр еді ғой. Уақытымыз кетіп жатыр. Ана баланы көрдің бе? Ару, сол алған сияқты. Мүмкін емес. Ол арбада отыр ғой. Я, соның қолында сияқты. Тезірек жүгірейік, жетіп ұстап алайық. Қазір-ақ жетіп аламыз, қорықпа. Шамалы демалып алайықшы, шаршап қалдым. Жақсы. Мәди, мына ескерткіш кімге арнап қойылған? Бұл Әйтеке биге арналып қойылған ескерткіш. Қазақтың 3 биі бар. Қазақта қара қылды қақ жарған деген сөз бар. Осы сөз қазақ елінің бірлігі үшін күрескен 3 биге арналғандай. Әйтеке, Қазыбек, Төле би өз замандарында халықты бір мақсатқа жұмылдырып, бүгінгі біздің бақытты өміріміз үшін күрескен. Біз оларды ұмытпауымыз керек. Осы қойылған ескерткіште ұрпағының оларға құрметі деп білемін. Қазақтың даналары десеңші, біз жүгірейік, ана балаға жақындап қалған сияқтымыз.
тоқта, біз ұрыспаймыз. Сенің қолыңдағы кілт бізге қажет. Сәлем досым, қатты жүгіреді екенсің. Біздің кілтімізді неге алып кеттің? Кешіріңдер, мен өзімді дәлелдегім келді. Нені? Бәрі маған аянышпен қарайды. Айналамда мені ештеңеге жарамсыз деп ойлайды. Жоқ, тіпті де олай емес. Сендер солай ойлайсыңдар ма? Мен де бәрімен бірдей болғанмын. Аяғымен өзім жүргем. Бәріне құлақ қап кінәлі. Соны құлағыма салып, ән тыңдап келе жатқанда көшеде машина соқты маған. Дәрігерлер ауруханаға жатқызып, енді жүре алмайсың деді. Содан бері осы арбада отырамын. Анаммен бірге қаладан Қазалыға көшіп келдік. Қазір осында тұрамыз. Айтпақшы, менің атым Әли. Әли, Қазалыға үйренісіп кеттің бе? Иә, нағыз қазыналы жер екен Қазалы. Қазалы ауданы 1928 жылы құрылған. Аудан орталығы Әйтеке би кенті. Қазалыдан Жалаңтөс Баһадүр, Жанқожа батыр, Ақтан батыр, Басы Қара батыр, Ерқосай батыр, Әйтеке би, Жетес би, Бекарыстан би, Шалқошқар батыр, Қарасақал Ерімбет, Базар қожа, Қожаназар Ишан, Жиенәлі Ахун, Ғани Мұратбаев, әнші Роза Бағланова, Мәдина Ералиева, композитор Кеңес Дүйсекеев, қоғам қайраткері Бақытбек Смағұл, тағы басқа тұлғалар шыққан. Тамаша екен. Жүр ендеше бізбен бірге алтын кілтті бірге іздейік. Алақай, мені де өздеріңе қосып аласыңдар ма? Ендеше мына кілтті ала қойыңдар. Енді жүріңдер. Бізде өте дәмді айран бар. Соны ішіп алайық. Әли, айран ішеміз деп едің? Сол жаққа барайық онда. Бұл жерде 100-ге тарта адам жұмыс істейді. Әу баста Венгриядан 660 бас асыл тұқымды сиырлар әкелінген. Қазіргі таңда асыл тұқымды мүйізді ірі қара саны 1600 басқа жетті. Оған қоса әрбір сауын сиырдан 8000 литр сүт сауылады. Осылайша жылына орта есеппен 5500 тонна сүт өндіріледі. Мұндағы дәмі тіл үйірілген сүт, айран, қаймақ, ірімшік, сары май, құрт өнімдері шығарылады. Сәлеметсің бе ата? Бізге дәмді айраннан бересіз бе? Амансыңдар ма балаларым? Қазір мен сендерге айран алып келейін. Бұл жердің айраны ерекше дәмді. Ата, келе жатырсыз ба? Расында, айран өте дәмді екен. Рахмет сіздерге. Аман болыңдар балақайлар. Келіп тұрыңдар. Ал достар, адымдай басайық, алтын кілтке барайық. Мына жүгірмектер қайдан шықты? Бұлар бізді іздеп жүрген олар тез арада бөгет болу керек. Алтын кілтті алмақшы ғой бізден. Алдарынан тез кедергі қойыңдар. Жаңбыр жауып кетті ғой, енді не істейміз? Қазір мен ағама хабарласып көрейін. Ағатай, біз достарымызбен жауында қалып қойдық. Көмеңіз керек болып тұр. Не дейді? Келе алады ма екен? Әне, өзі келіп қалды. Ағатайым, тезірек машинаға отырайық. Рахмет сізге. Иә, айтпесе тоңып қалатын едік. Әрине, сендерді далаға тастай алмаймын ғой. Қап қырсығай. Не болды екен? Бәрі дұрыс сияқты еді. Байқауымша, арамызда бір қырсық бар сияқты. Дауласпаңдар балақайлар. Табиғатта мұндайлар болып тұрады. Сендер әдейі жасаған жоқсыңдар ғой. Ал енді не істейміз? Ана жерде көпір бар. Сол жерге ертіп апарайын. Сендер ара қарай оп-оңай өтіп кетесіңдер. Жарайды. Тезірек барайық ендеше. Алақай, көпірге келдік. Бәріміз бірге өтіп кетейік арғы бетке. Ой, қандай қорқынышты. Жанып жатыр. Қараңдар, абайлаңдар. Көпір жанып жатыр. Ал енді не істейміз? Білмеймін. Не деген қырсық күн бүгін. Қалайда өтуіміз керек.
бірдеңе ойластырайық. Балалар, маған бір ой келіп тұр. Айта беріңіз, ағатай. Сендерді өзеннің арғы бетіне лақтырсам, қалай қарайсыңдар? Құлап қалмаймыз ба? Жоға, ол не дегендерің? Жақсылыққа құмар балаларға ештеңе болмай. Келісті, ендеше. Кел, Мәди, сенен бастайын. Ғажайып күш! Балаларды арғы бетке алып ұш! Алақай, мен өттім. Енді балақай, сен келе ғой. 1, 2, 3, арғы бетке ұш! Алақай, мен де өттім. Ал ару. 1, 2, 3, достарыңа ұш! Керемет! Рахмет, ағатай! Біз мұндамыз! Жолдарың болсын, балақайлар! Әр қашанда бірге болыңдар! Рахмет, ағатай. Сізге сәттілік тілейміз. Біз алтын кілтпен ораламыз.